салмақ ұқтудың желбірегенін мен әлемдегі барғанда таудың арасы тау бауыры өзен көлдің жағасы жастайынан жет атасын жаттаған сақтаған тегі мықты мен қазақтың баласы жау қолынан жыртылмаған жағасы ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы теуіп қалса темір үзіп кететін өтетін қайсар туған мен қазақтың баласы жаратқан алла панасы есігі байтақ даласы алашым деп аттанса ешкімнің келмес шамасы азаттығын қазақ туы қорғаған толғаған танысаңдар мен қазақтың баласы жасытпаған дұшпанының жаласы жыр термеден табылатын дауасы жанын берер барын берер ел үшін жер үшін зерттей мықты мен қазақтың баласы топқа түссе тақым қысар анасы тулап кетсе тас төгітер тағасы ел сенімін ер сенімін ақтаған сатпаған отты жүрек мен қазақтың баласы жаратқан алла панасы есігі байтақ даласы алашым деп аттанса ешкімнің келмес шамасы азаттығын қазақ туы қорғаған толғаған танысаңдар мен қазақтың баласы біз мал бағып жатқан жай еліміз. Іргемізді ешкімге бастырмаған. Ел жұртымыз аман болсын деп, еліміздің іргесін жау баспасын деп, найзамыздың ұшына үкі таққан елімізді. Ұлдарымыз айбатты, қайратты болсын. Келешектің бәрі осы жастардың қолында. Ұлы бабамыздың айтып кеткеніндей, кезіндегі найзаның ұшымен, білектің күшімен осынша міне ұлан ғайыр жерге ие болып, бізге өсиет қылып ұстап кеткен ата-бабаларымыздың өсиетін әрқашанда жоғары ұстап, аманда туымызды, көк туымызды желбіретіп, бастарыңызды биік ұстап, бұл өмірден сол еліміздің абыройын асқақтатып өтіңдер. Әмин. Амандықта болыңдар. Осы істеп өткен шарадарыңды Алла тағала қолдасын. Барлықтарыңа ақ жол тілеймін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Шығыс Қазақстан облысы Майсан ауданы Жасыл ауылы. Осы елімізде өтіп жатқан челленджді орындай отырып, осы өзімізден кейінгі эстафетаны Кентай ауылдық округіне жолдаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.